Ұлттық валюта төл теңге. Мақсаты: Қазақстанның ұлттық валютасы теңге жайында, оның шығу тарихы және негізгі қасиеттері жайлы мағлұмат беру, теңгенің ел экономикасындағы алатын орнын анықтау. Ерте заманда ақша рөлін мал, аң терісі, Қытайда шай, тұз атқарған. Қазақстанда тоқты немесе саулық қой атқарған. Ақшаның пайда болуы тауар өндірісінің дамуына және халықтар арасында қарым-қатынастың ұлғаюы нәтижесінде ақша рөлі түрлі металдарға ауыса бастады. Өйткені металл әсіресе алтын, күміс ақша рөлін атқаруға өте қолайлы болды. Қазақ елі Ұлы Жібек жолына орналасқандықтан ақша жасау, оны айналымға енгізуді өмір қажеттілігі деп тым ерте қолға алған. Тараз, Отырар қалаларында қола, мыс теңгелер соғылған. Бұл ақшалар ел экономикасында ерекше міндет атқарған. Қазір ел экономикасы даму үстінде, сондықтан теңгенің тұғыры да тұрақты. Қазір ол жақын шет елдерде сұранысқа ие. Мәселен, теңге Өзбекстан, Қырғызстан, Ресейде евро-доллармен бірге айналымда жүр. Бүгінде осы аумақта Ресей мен Қазақстанның экономикасы ілгеріле тұр. Рубль мен теңгенің қарым-қатынасы жақсы. Ұлттық валютаның бүгінгі тұғыры бір қалыпты. Жалпы ұлттық валютаның құны ел экономикасының өсімімен белгіленіп отырады. Бұл айқын нәрсе. Басқа валютаның қатынасына қарай құны белгіленеді. Жалпы көршілерде теңгені сатып алуға құқық бар. Ендеше қазақ валютасына да сұраныс бар. Теңге дербестік тірегі, экономикалық дербестіктің кепілі. Теңге өзінің тарихи функциясын толығымен орындап шықты. Әлі де өзінің құндылығын дәлелдей бермек. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Асан Найбек. Мен Шелек политехникалық колледжінің 3-ші курс білімгерімін. Ең алдымен сіздерді алда келе жатқан 15 қараша ұлттық валюта күнімен құттықтаймын. Және бүгін сіздермен теңге жайлы қызықты деректермен бөлісетін боламын. Тәуелсіздік алған елдің ең бірінші айрықша белгісі ол ұлттық валюта. Ол Қазақстан Республикасының көлемінде пайдаланылатын ұлттық заңды төлем құрал. Ақша асыл қазына, халқымыздың байлығы. Халқымыз бұрындарда ақшаны пайдаланған. Көне замандарда Түркістан, Тараз қалаларында арнайы шеберханаларда теңгелер жасалып отырған. Теңге дүниеге оңайлықпен келген жоқ. Елбасымыз өзіміздің теңгемізді шығаруға қаржыгерлерге тапсырма берді. Өз валютамыздың өз идеясы, өз дизайны болуы қатаң тапсырылды. Қазақстан аймағындағы кезінде қандай ақша пайдаланғандығы және соған байланысты қандай деректер бар екендігі іздестірілді. Міне осылайша өзіміздің валютамыз теңге дүниеге келді. Валютамыз жасай берсін. Рахмет назар салғандарыңызға.